тілге дейінгі 11 петляны тоқып алдық. Әрі қарай мінекей мына біреу тілдің басында алған кезінде екі қабырғаға тоқыған едік қой. Сол қабырғаның бергі бетіндегі бір қабырғасы қалды, екі қабырғаның. Соған тоқимыз, яғни стенкаға. Өткен видеода көрсеттім, мінекей мынау стенкалар бір-біреуден тұрған. Осыларға тоқимыз. Қазір мен біреуін тоқыдым. Енді әрі қарай 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сіздерге көрініп жатыр ғой, Міне. Алған кезімізде өзі мына жерде ерекшеленіп тұр, байқадыңыздар ма? Сол ерекшеленіп тұрған мінекей мына петляға кіргіземіз. Яғни бір стенкасына петляның. Ортасында 10 петляны қалдырамыз дедік, қыздар. Мына жерден 10 тоқығаннан кейін былай қарай санайсыздар. Мына тоқылғанға кетті. Одан кейін мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қалады да. Мына 11-шіге енді бұған басқа жіпті қосамыз, қыздар. Екінші қатарды мен сіздерге мына екі жағын, аяқ киімнің мына екі жағын бірден тоқып көрсетіп жатырмын. Мына жерлері түзу келу үшін бір-біріне. Солай екеуін бірге тоқсаңыздар, әр қатарда бірге қосылып отырады да. Қателеспейсіздер. Неге келесі жіпті біз жұмысқа қосайын деп жатырмыз. Манағы бірінші петля, бір воздушный петля тоқып аласыздар. Мына жерде мынаны қалдырып қойдық, мына басқа жіппен бастап жатырмыз ғой, қыздар. Шатасып кетпеңіздер. Біреуін тоқыдық, енді екіншісіне тоқып атқан кезінде мына жібімізді арасынан өткізіп жібереміз. Жасырып. Тура столбики без накида тоқылады. Шығып кетіпті. Қайтадан біріншісіне кеттім. Екіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. Бұл жерден де 10 тоқылады да. Әрі қарай жаңағы екінші жағынан қалдырған 11 петлямыз тоқылады. Ол петля өзіне өзі тоқылып кетеді. Тек мына жерде жаңағы тіл тоқыған жерден екеуі бірін үстіне шығып тұрады ғой, сол үшін де стенкаларына тоқылған, Ал басқа жақтарында сол өзінің петляның өзіне екі қабырғасы қосылып кәдімгідей тоқылып кете береді. Мынаны әрі қарай тағы да сөйтіп жалғастырып, жасырып тоқып жалғастырып кете береміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Неке соңғы петлямыз тоқылып тұр ғой. Үстіндегі 10 петляны тоқыдық та, енді әрі қарай, былай қарай 11 петляны тура жалғастырып кете береміз, қыздар.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді қарап тұрсаңыздар, мынау бізде бір петля сияқты болып тұр, қыздар, қараңыздар. Бірақ бұл мынау ненің басталған жері ғой. Екеуінің біріккен жері, оны тоқымаймыз, Қазір мен қайтадан дұрыстап санайын. Санап шықтым. 9 болып тұр екен. Мен басында мынау жерден бірден бір петляны қосып алыппын өзім. Мінекей мына бір соңғысына. Жаңағы тілдің басталған соңғы несі ғой. Сол жерге мінекей 13-шін тоқимыз да. Әрі қарай мынау 11 петля, мына енді кішкене симайды. 11 петляның өзін былайынан тоқи береміз. Мына жіпті де жасырып кетқаннан кейін шамалы қиындау болып кетті мына жерлері. Дұрыс көрінбей қалды да. Біріншісін тоқыдық. Екіншісі, үшіншісі. Так, қазір мына ең бірінші басталып атқанда мына жерлері осындай шамалы ыңғайсыз болады. Қиын емес, ыңғайсыз шамалы. Қолға, мына камераға түсіруге де, қолға тоқығанға да ыңғайсыз болып тұр. Қатардың соңына дейін осылай тоқимыз да. Қатардың соңында 2 петля біргеді. Яғни 2 рет соединительный петля жасаймыз. Барлық ненде тоқып ке жатқан кезімізде аяқ киімнің бас жағын тоқығанда тура солай істедік қой. 2 рет соединять еттік. Сол 2 рет соединять етілгеннің екінші тұрғанына келесі қатарды тоқып кетіп, тура сол принцип әрі қарай жалғасады. Осы тоқылда да мінекей біз қазір 11-ін тоқыдық қой. Енді мына жерде соединительный петля әрі қарай жалғастырамыз. Ой, шығып кетпесін. Міне. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, мынау тұр. Бұл мына петляның басталған жері, қатардың басталған жері. Бұған тоқымайсыздар, мынаған тоқисыздар. Мынау екеуі соединительный петляға кетеді. Мынаған тоқысаңыздар, бұлған уже екеуі тоқылып кетеді да. Олай болмау керек. Қарап алыңыздар. Келесі петляға саламыз. Және шығарып алып соединять етеміз. Әрі қарай тағы да екіншісіне кіргізіп, бұны да соединять етеміз. Мінекей екеуі бірікті. Мынау бірінші, мынау тұрған бірінші, мынау екінші. Сол бірінші өзі қалады да, екінші петляға біріктір. Әрі қарай тоқи береміз. Столбики, безнакиді тоқып кете береміз. Қыздар, енді біз қарап отырсаңыздар, қазір бірінші жолақтың екінші қатарын тоқып атырмыз, Екі жағынан мінекей 2 петляны, 2 жіпті жалғастырып алдық та, мына жақтан өзі манадан бері тоқылып ке жатқан, мына жақтан. Мына жаққа уже біз жіп қостық. Осылайнан 2 жағынан тоқып кете береміз. Қазір мына қатарды соңына дейін кеп тоқимыз да, бір воздушный петлямен аяқтап, бұл жіпті жайына қойып, мына жіпке көшеміз. Мына жіпте мана неде соңында бір воздушный петля тоқылған жоқ, сол бір воздушный петляны былай қайырып, мына жерден тоқып аласыздар да, қайтадан қайырып келесі қатар тоқылады. Осылайша қыздар, туда и обратно 2 петляны соединять етіп отырып, мысалы мына жерде қарап тұрсаңыздар ше қыздар, мінекей көрініп тұр өзі. Мына жақта шамалы біреу алға шығып тұр, өйткені мынау бір қатар уже жалғасып жатыр.
мына жерде қазір бітірген кезінде мінекей мынау 1 2 мынау соединительный петлямен тұрады да мынаның өзінің несіне келеді. Осылайынан біріктіріп отырасыздар. Егер де мына жағы ұзын болып кетіп, қазір қатарды жапқаннан кейін тексеріңіздер. Мына жағы қысқа болып тұратын болса, онда мына жерде манамен жағы тоқымайсыздар дедім ғой, соединять етілген деп. Сол үлкен жағына сол соединять етілген петляға тоқып жібересіздер да, бірінші жаңағы нені, бірінші петляны, екіншісін келесісіне тоқисыздар. Мына жақта оған тоқымай, как обычно, 1-2 бөлек тұрған петляға соединять етесіздер. Сол кезінде мынау екеуі бірігетін болады да, түзу болады. Мына жаққа келген кезінде қиналмайсыздар. Өйткені мына жерге келгенде екі жері ровно тұру керек. Солай біріктіріп қойсаңыздар да болады. Түзулеп алуға болады. Енді біз тура осылай бұл принциппен қанша қатар тоқимыз, мен сізге соны көрсетейін. Мінекей бізде мына жерден басталып тұр ғой өзі, мына жер өзі езектің шыққан жері болса, тілінің мынадан басталып тұр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Мына жерде барлығы 12 жолақ болады да. Мінекей 3 жолақты тоқып біткен кезінде бір накидпен тоқып осындай тесік қалдырамыз мына бауды тоқуға. Одан кейін тағы да 1 2 3 жолақ тоқылады да, тағы да бір петля накидпен алып тесік жасаймыз. Солайынан ортасында 3 қатар. Мына жағында да тура сондай 3 қатардан болады. Оны енді көрсететін боламын. Қазір енді сіздер өздеріңіз сонда мінекей жаңағы мынау тоқыған жолағымызды қосқанда 1 2 3 жолақты өздеріңіз тоқисыздар. Сол 3-ші жолақты бітірген кезінде мынау тесікті қалай жасайды, соны көрсетемін келесі видеода.